звондап хабарласып, өздері ішкі істер министрлігі хабарлап, осылай Дулаттың өмірден өткенін хабарлапты. Бұл айтқым келгені Қазақстанның азаматтарына, азаматшаларына айтатыным, бәрімізге жасалған бұл шақыру, сендердің бәріңді бір-бірлеп қырамыз деген, өлесіңдер деген. Мына торғайдан сол Ахмет Байтұрсын бір жақ Дулаттың ұрпақтарынан шығып жүрген, шырылдап жүрген Дулаттың міне бүгін өмірден өткенін көріп отырмыз, естіп отырмыз қазір. Біздің бірлігіміз жоқтықтан осының бәрі. Мен сондай міне бауырым ағамды өзімше мақтан тұтып жүргем. Енді не істеп бұлар бәрі өлтірді. Мыналардың бәрі қарғыс атқыр. Шын айтам, Дулаттың өліміне бәрі кінәлі болады. Форма кигендердің бәрі атыстап кетсін, бәрі сотталсын. Халқым бұл үндеп қалып, бәріңі үндемей отыра бермей, шығыңыздар, айтыңыздар. Бізді бәрімізді бір-бірден қырып тастайды, сосын вообще шықпайсыңдар. Жабылады бұл мемлекет. Жабылған елде сен солтүстік Кореяда өмір сүресіңдер ертең. Жақсы, рахмет. Бауырым. Біз бүгін нағыз батырымызды жоғалттық. Қазақтың ер азаматтары қайда дегенде Дулат Ағаділ ғана есіңе түседі. Сол кісі ғана біздің нағыз белсендіміз. Менің бала шағам бар, мен отбасымды асырауым керек. Мен шыға алмаймын, мен қорқамын деген адамдар көп. Бәрі сөйтіп қорқады. Бәрі отбасы асырап отырған адам. Балам бар деген сылтау. Бұл дүниеде өмірден айырылу қорқыныш емес. Бұл өмірде осылай құлдықта қой құсап, қоян құсап қорқып, өмір сүру қорқыныш. Сондықтан Дулат Ағаділдің қазасы бекер болмасыншы. Қазақ өтінем. Бекер болмасыншы, шығыңыздар. Бала бар деген сылтау, мен міне баламен жүрмін. Ол сылтау. Жұмыс істеймін, отбасымды асыраймын, оның бәрі сылтау. Ол сендердің іштегі қорқыныштарың сөйлеп тұрған. Намыстарың болса, болашақты ойласаңдар, шығыңдар. Ертең біз балаларымызды қандай болашаққа алып келеміз? Құлға айналған болашаққа ма? Дәл қазір келіп тұр уақыт, біздің Қазақстанды өзгертетін уақыт дәл бүгін туды. Бүгін міне шыдамның соңғы тамшысы. Бүгіннен бастап шықпасаңыздар, енді мен білмеймін болашағымыз не болатынын. Бүгін шешусіз сәт. Шығыңыздаршы. Дулат Ағаның қазасын бекер қылмаңыздар, аяқ асты қылмаңыздар. Ояныңыздаршы, өтінемін. Это Кербез, она не успела с ним познакомиться. Астанаға Дулат Ағамен танысамын деп келген.
она приехала с ним познакомиться. Көрмей қалдым. Она не успела с ним познакомиться. Она приехала в Астану для того, чтобы с ним познакомиться. Ортаға қалды қалай? Шаршаған жоқсың ба? Нан алуға шығып соттан бірақ шықтың дейсіз ғой. Айна қатесіз дейсің ғой. Айтқан сөзінде тұрып келе жатыр дейсіз ғой. Жалғастырып Нанға шығып соттан бірақ шыққаны. Әділетсіз қоғамнан әділдік іздеп жүрген ағамыз ағам. Құрметті қазақстандықтар, келе жатқан Наурыз мейрамы, қазақтың төл, мұсылмандардың төл мейрамы, Наурыз мейрамымыз құтты болсын. Жаңа табысқа, жаңа жетістіктерге жете берейік бәрімізде. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Мынады кешеден бері болып жатқан жаңалықтардың несіне бір өзімнің ойымды, пікірімді бөлісе кетейін деп сіздермен прямой эфирге шығып отырмын. Кеше біздің президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев мешіттің жаңағы іргетасын қалады, бірінші тасын қалады дейді. Қараңыздаршы, қандай абсурдный обстоятельства бізде Қазақстанда. Елбасымыздың мысалы, елбасымыздың до такой степени уже абсурдный состояниеға жеткендігі. Біздің көпбалалы аналарымыз тентіреп, қаңғырып, квартирадан квартираға, времянкада ақша таппай, кредитін төлеуге ақшасы жетіспей, кредитін жаба алмай, сандалып, екі жұмыс істеп сандалып жүрген кезінде
бұлар қайдағы жоқ нәрселерге жаңағы қайдағы жоқ модернизация, қайдағы жоқ жаңағындай жобаларға нелерге ақшаны бекерден бекерге шашып жатқанына мен өзім іштей қынжылып жүрегім ауырады. Мінекей бізге зачем мына ДВД-ның атын департамент деп бірдеме қылып ауыстыру, жаңағы департамент полиция қылып. ДВД есть ДВД, ол атын өзгерткенмен ішіндегі заты өзгермейді, біріншіден. Екіншіден, бізге осындай ақша жоқ кезінде, елімізде осындай жағдайлар болып жатқан кезінде, кризис болып жатқан кездерде не қажеті бар? Мысалы, вокзалды модернизировать етіп, аэропортты модернизировать етіп салдыңыздар ғой, жаңа вокзал салдыңыздар, жаңа аэропорт салдыңыздар. Ешқандай өзгеріп жатқан ештеңе жоқ Қазақстанда. Сол Астана боғағып бір жағынан боғалағып жатыр бір-бірімен. Ал халықтың жағдайы міне айтып жатыр ғой. Біз кеше министрлердің жиналысы болды, жиыны. Сонда айтып жатыр, ВВП өсіп жатыр, мұнайдың бағасы өсіп жатыр, мұнай өнім өндіру жылдан жылға, былтырлар 80 миллион тонна мұнай өндіретін болса, биыл 90 миллион тонна мұнай өндірілді. Сонда тағы бір абсурдный обстоятельствоны қарасаңыздар, біз бәрі өніп жатқан заттардың бәрі өніп жатыр да, өсіп жатыр. Ал қазақтың жағдайы өшіп жатыр да, наоборот, кері қарай. Біз как будто мұнай өнімдері өсіп жатса да, біздің Қытайға беріп жатқан өнімдеріміз 90 миллион болатын болса, біз как будто сол Қытайдан солярка мұнай, бензин, газ сатып алып жатқан сияқтымыз да, қарызға. Біздің қарызымыз 2 есе болып өсіп жатыр оларға қарсы. Біз как будто біз оларға сатып жатқан жоқпыз. Біз олардан сатып алып жатқан сияқтымыз қарызға. Біздің қарызымыз 2 есе наоборот көтімен кері қарай өсіп жатыр да. Мұндай математика адамдарды мен вообще қандай мемлекетте бұл дүние жүзінде, жер әлемінде жоқ шығар бұндай математиктер. Көтімен кері қарай есептейтін. Мен түсіне алмаймын бұндай қандай математиктер отырған, қандай экономистер отырған. Құрметті отандастар, Қазақстанда болып жатқан заңсыздықтар. Райса Дүйсенова деген апамызды бүгін соттың ішінде бір отряд собыр қолын қайрап, жаңағындай күш көрсетіп, скорый шақырып тұрмыз қазір. Сіздер осылай жатыңыздар. Пока елдеріңізге Қытай келіп арттарыңыздан көттеріңізден теуіп үйлеріңізге келгенше отырыңдар осылай. Біз жүрек осылай жер үшін сотталып, қамалып, осындай 70-ке келген кісілер, аналарымыз, апаларымыз жүрген кезінде жатыңдар, тәубаға шүкір деп. Осындай дәрежеде өмір сүреміз. Пока Назарбаев тұқымы құрмай Қазақстанда ешқандай өзгеріс болмайды. Мен өз басым үшін жауап бере аламын. Сотталып кетсем де осы күнге дейін. Осы кезге дейін айтып келдім, Назарбаев тұқымы құрмай ештеңе өзгермейді бұл Қазақстанда. Қазақтар, сіздерге сүйектеріңізге таңба болады. Келесіде ұрпақтарымызға қалай қалай қараймыз. Осындай бауырларымыз, жерлестеріміз Қытай Республикасында қорлық көріп жатса, жаңағындай осындай. Сендер қалай тамақтарыңнан тамақ өтіп, қалай осындай жер басып жүресіңдер Қазақстанның төңірегінде. Мен оны ұйықтасам да, мен оны түсіне алмаймын. Ешқандай неме түсіне алмаймын да. Құқық қорғаушы органдарға айтатыным, біздің КМБ, ДВД, МВД-ларыңызға сіздер өздеріңіз ойлайтын шығарсыздар. Біз үкіметке қызмет етіп жатырмыз деп. Сіздер үкіметке қызмет етіп жатқан жоқсыздар. Сіздер халыққа қызмет етуіңіз керек. Сіздер үкіметке ант берген жоқсыздар. Сіздер халықты қорғаймын деп ант бергенсіздер. Сондықтан сіздер келген қандастарымызды, қандай бір адам азамат болса да, сіздер соны қорғауға міндеттісіздер. Ертең сіздер осы екі бауырымызды гарантиядан асырып жүретін болсаңыздар, айтпады демеңіздер. Мен өзім халықты шақырып, осы Ақорданың алдында шақыртамын, айтпады демеңіздер. Мен осымен нешінші рет айтып отырмын. Көп бала аналармен осындай жағдай болғанда да айтқам, шығарам деп. Мен міндетті шығардым ол кісілерді. Сол сияқты мен бір баланың мұрны қанап, аяғы сыздап, аяғы сынып бірдеңе болатын болса, айтпады демеңіздер. Менің осы жолда жаным пида, мен ештеңеден қорқам деп айтқан жоқпын. Мен осы жолда өліп кетейін, семьям басқалай болсын. Айтып отырмын ғой, мен сіздерді, бұл сіздерді емес, мен түгіл, ертең халық сіздерді түсінбейді. Сіздер халықтың алдында қарабет боласыздар. Ақмола облысының, Ақмола ауданының акиматының ішінде 5-ші
пляжында біз қазақтар кіру үшін телефонымызды тапсырып, документімізді бәрін тапсырып, зорға дегенде кіреміз. Мен кірген өзіме көрген көзімменен көрген нәрсем, жаңағы Сарыарқа Ақмола ауданының акиматының ішінде қытайлардың 3 қытай, 2 қазақтың сопровождениесіменен кәдімгі телефондарменен ішіне селфи жасап, үйінде жүргенде қызықтап, бірін-бірін фотоға түсіріп, паркте қыдырып жүргенде жүр екен. Соған наразылығымды айтып, мен жаңағы әкімді, жаңағы депутат маслихатаға қойған сұрағыма, мыналар не істеп жүрді? Қыдырып жүр дейді. Қыдырып жүретін сонда акиматтың іші, акимат сонда не? Қыдыратын парк па, гостиница ма? Может, олар қыдырып келіп, дәретханаға келген шығар дейді. Сонда не, акимат дәретхана ма? Мен түсінбеймін сонда. Біздің қарапайым қазақтарымыз, көпбалалы аналарымыз өзінің зарын жеткізе алмай, мұңын айта алмай, акиматтың есігінің шлагбаумынан кіре алмай жүргенде, қытайларың қаптап кәдімгі акиматта емін-еркін ішінде телефонменен кіріп, өздерінің істерін ары қарай жалғастырып жатыр. Құрметті қазақ елі, мынандай сатқындар, мынандай сатқын судьялар Қазақстанды провоцировать етіп отыр, осындай халықтың наразылығына. Аблязов провоцировать етіп отқан жоқ. Мынандай судьялар, мынандай прокурорлар провоцировать етіп отыр халықты. Көрдіңіздер ме? Құрметті халық. Осындай жағдайда халықтың наразылығын тудырып отқан мен емес, мынандай судья, мынандай прокурорлар. Отпен не тағылып, отырмасың ба? Назарбаев, Тоқаев, сендер тұрған кезінде Қазақстанда ешқашан демократия болмайды. Мынандай әділсіз судьялар тұрған кезінде. Бұнда ешқашан ел дамымаймыз біз алға қарай. Ертең Қытайдың құлдары боласың. Қазақтар. Да, расстреляйте, давайте, расстреляйте. Ну, басқа не білесіңдер сендер? Удалите судью, басқа бірдеме. Не позорьтесь, говорю, идите вот, снимите мантию, идите работайте, дояркой лучше. Или полы мойте мочи. Какое вы постановление вы решаете? Вам приказали, вы это делаете, больше ничего не делаете. Вы докажите мою виновность сперва. Я вам это знаю, вам ұялсашы құлқынға. Масқара ғой, не істеп жатсыз? Сен балаларың, немерелерің осындай Құлдықта жүреді еркек. Қайға құл болсын сенің қызың, именно сенің қызың құл бол, ұлың құл болсын саған. Аба, міне Дулат. Дулат алып бара жатыр, міне. Дұрыс. Дұрыс. Әдейі қашып кеттім. Үлкен Целиноград ауданының акиматы орындасы өзінің талапты жұмыстарымен жасамайды. Активистерді қолдауменен, заңсыз әрекеттермен осындай жұмыстармен әрекет жасайды. Ал бірақ Целиноград ауданының ИВС-не ақша жоқ, ИВС-қа самолға алуға ақша жоқ, лампочка алуға ақша жоқ, штат ұстауға ақша жоқ. Бірақ жалғыз өзім 50 адамды изоляторда мен жалғыз өзім жатырмын. Айтып тастасын, айтып. Изолятор ұстауға, Әлембай миллиондап ақша жұмсауға, қаншама штат жұмсауға. Сіздің көрсеткен жоқ, ештеңе жасаған жоқ. Құрметті фейсбуктағы достар, сәлеметсіздер ме? Дулат Ағадилға келіп тұрмыз, Ақмола ауылына. Дулат Ағадилді бүгін шығарды. Қанша уақытта Ерболды мына жерге қолдап келгенбіз. Ерболды куәгер ретінде шақырып жатыр еді ғой, соған келген болатынбыз. Мына жерде Дулат уже шығарыпты, білмеймін, себебін бәрін өзі түсіндіріп берер.
А что бері келіп тоқтам? 9 июня я шел в сторону Акорды возле Байтерека. Меня скрутили, забрали, Весельский РУВД отвезли, там 4 часа продержали, и избили, руку вывернули. Гражданский активист Дулат Агадил несколько раз был привлечен к административному аресту за участие на несанкционированных митингах. Во время последнего ареста он требовал личной встречи с генеральным прокурором, верховным судьей и министром внутренних дел. Ни одна из этих встреч не состоялась. Наглядно это показывает, что у вас МВД все сгнило, прокуратура сгнила все. Видели, да?